Перзентханаға жүкті әйелдер келген кездегі перзентханаға алып келетін заттар тізбегін айтып көрсететін боламын. Ең бірінші, қолыңызда жүкті әйелдің, босанатын әйелдің алмасу картасы және де жеке куәлігіңіз болуы қажет. Және де перзентхана бөліміне, перзентханаға арналған сумка в роддом аласыздар. Және де бізге қажеттісі балаға арналған подгузники болуы қажет. Балаға арналған 4-5 жаялық және де баланың одеялосы болуы қажет. Өзіңізге анасына арналған үлкен размердегі памперстер, подгузниктар болуы қажет. Және де подстилки, впитывающие пеленки болуы қажет, жаялығы. Және де ананың гигиеналық заттары, сулы салфеткалар, және де қағаз салфеткалар болуы қажет. Балаға арналған ползунки болуы қажет, 4-5 штук. Носки болуы қажет, 2-3 штук. Баланың киімі болуы қажет, үстіне киетін және ползункилар болуы қажет. Және де балаға арналған ит көйлегі және 2-3 штук шапкасы болуы қажет. Және де өзіңізге арналған іш киім және де носкилеріңіз болуы қажет. Босанып болғаннан кейінгі бөлімге ауысатын кездегі өзіңізге халат және тапочкиіңіз болуы қажет. Ішкі киіміңіз және де толаққан кезде өзіңізге арналған без газа суыңыз болуы қажет, тәтті емес.